былай айтасың. Екеуге 200 граммдық сахар. Мынау екеуі бірдей, фигурасы бірдей, биіктігі бірдей, екі адам, иә? Екі адам. Мынаның қаны нормальный, сұйық, норма ешқандай шөлдемейді, қойыланбаған, ұйқысы қанған тез салады. Мынау қаны қойылан қалған. Қаны қою мына жерде тұр. Сұйықтық азайды, қаны құрғайды. Кезінде бұны сусамыр деген ауру деп айтады, сусамыр. Қытайда шөл ауру. Қытайшаны прямо аударғанда шөл ауру дейді, шөлдейтін ауру. Неге шөлдейді? Құрғап қалды, қан қойылан қалды. Енді қараңыз, қан қойылан бұның қуаты жоқ қой қанды теретін. Дұрыс па? Қойылан жарыспақ болып тұр. Сосын енді ол негізі айтады, сахар болғың келсе, түнде кеш жат дейді, жатарда тойып тамақ жейді. Әсіресе тойып тамақ жеген, мынау ұйқы безбен асқорыту жүйеге асқазанға нагрузка кетеді. Сондықтан мынау ұйқы без инсулин бөлігі мөлшері ана жеген тамағының мөлшерінен аз болады. Түсінесіздер ғой? Өзі мынау осы асқазанға сыйымды тамаққа бөлінетін инсулин ғой негізі. Біз оны екі есе үш есе тойып алғаннан кейін ана инсулин жетпейді ғой. Сосын кейін асқазан толып кеткеннен кейін асқазанның функциялық қызметі нашарлайды, ол зақымдалады ғой, дұрыс па ол? Тығызданып іші. Сөйтеді да ол еще ұйқы қанбайды. Еще түнде тамақ жесіп жата салды мысалы. Вообще қимыл жоқ, тіпті қиын. Түнде тойып тамақ жеп, еще кеш жатқан адам таңертең шаршап тұрады, білесіздер? Иә. Сонда сөйтіп бір ай өтті, екі ай өтті, үш ай өтті, үнемі ұйқысы қанбай, үнемі тойып тамақ жеп жүрген адамның тура сахар болып шығады. Сахар болады да, сосын еще жаңа қосымша фрукты көп жесе, тәтті көп жесе, еще эмоциясы нашар болса, осы факторлар бар, қуатын алып қояды, еще асқорыту жүйесі бөлінді, сахар болды, иә. Сөйтіп инсулин нашар бөлінді, мына жерде қан қойылады, қанның ішінде қант құрамы көбейді, дұрыс па? Традиционный медицина не істейді? Бұл анализ тексереді, қантты азайтуға сыртта инсулинге көмекке жүгінеді. Түсінесіздер ме? Бірақ өкінішке орай бұның зат алмастыру процесі нашар ғой. Зат алмастыру процесі нашар болғаннан кейін екі химия бір-біріне қосылады да, үшінші химия қайда кетеді? Шөгиді ғой, аяққа барады. Сондықтан 5-10 жылдан аяқтың шірейтін сол. Асалмен оның қуатын күшейіп жатқан жоқ, просто қандағы инсулинді, қандағы сахарды ыдыратып, ол аяққа қарай келіп шөгіп төмен. Сөйтіп аяғы ұйып, ол жерде қан жоқ, ана екі химиядан туындаған үшінші химия аяққа шөгеді. Сіздер сенбесеңіздер, сахар адамның 5 жыл болған сахар адамның қолындағы сахарды бірінші көріңіздер, табандағы, аяқтағы, бақайдағы сахар бірінші. Вообще басқа. Қолында мүмкін 7-8-9 отырды, аяғында точно 20 шығады. Қантын көп тұрды. Түсінесіздер ме? Өйткені қан төмен қарай шөгіп береді. Иә, сондықтан одан нәтиже шықпайды. Қытай медицинасы не істейді? Қытай медицинасы барады да, мына неге қанын қою адамды сұйылтуға тырысады қан. Әртүрлі сұйылтатын шөл дәрілер береді, энергия беретін шөл дәрі, қыздыратын шөл дәрі. Сосын айтады, ұйқың болғанда дейді. Таңертең жүгір дейді. Осындай неше тәсілмен оны емдеп шығады. Түсінесіздер ғой? Екеуінің разницасы. Сондықтан сахар деген ол әшейін ғана уақытша симптом, ол ауруға жатпайды. Сен шөлдеп жүрсің ба, ұйқың қанбады ма, шаршап жүрсің ба, 1-2 күн күндіз-түні ұйықтап демалсаң, жоқ болып кетеді міне. Түсінесіздер ғой, иә? Бірақ медицина оны ауру дейді да, оны тіркеп қояды, сахарды тіркеп қояды да, инсулин береді, дәрісін сатады. Ол ащы шындық осы.